яғни иә. кішкене вероятностьті кішкене жақындау болса позицияны Мгм. жаңағы спортшыны ашып жабатын кезде өзі линия бойынша кете бере Иә. ма жабатын кезде айтқан жоқсыз ғой сіз, иә? Жоқ, оны келесіне де өтеміз. Стоп М, лоссты метабестің ішіне қалай өтеміз. болады екен? Ау? Главный осы жақтарды түсініп алу керек. Иә, главный сіздер линияны дұрыс М, сызып үйренсеңіздер болды, ары қарай кіріп шығу деген главный осы оңай. Иә. әлихан тағы бір түсіндіріп Мгм. кетіп жіберсең Мгм. көріп жіберсеңізші. мына алтыншы екі төртінші брейкаут зоналарды кішкене Аха. қайталап жүрейін Давайте. деген ғой. Мгм. Мгм. Көрсетті сізге. Мысалы міне осы жақты алсақ, жоқ ол жақты алмаймын мен. міне осы жақты алатын болсақ, не сатып алушы зонасы ғой мынау. Мгм. Брейкаут жасалған, мына жақта брейкаут жасалған ғой, сонда. Мгм. Бір Дұрыс. брейкаут кетті мына жақта. Мгм. Міне мына жақта бір брейкаут кетті, ол төмен түсіп, Дұрыс. төмен түсіп жоғары көтерілді. Негізі Аха. төмен түсу керек еді, ол екінші брейкаут мына жақта көкте. Иә. Дұрыс қой? Дұрыс. Тесті бар, иә? Тест жасап Тесті кеткенбіз, бар, иә? тесттен Мгм. жоғары баға қайта көтерілген. И Жоқ, тесті анау, иә? Келесі көк, жасыл фитиль. Ол екінші мынау екінші брейкаутыңыз. Аха. брейкаут Аха, жасалған. одан кейін тесті қайсы болып тұр? Тесті мына жақта. Дұрыс. Мгм. Осы жақта негізі баға бізге Аха. төмен көтеру керек еді, ол жоғары кетіп қалды. Наоборот қой. Сатып алушылар А, жинасы болса дұрыс қой, лонгқа кетеді ол. мен мынаяқтан бастадым ғой айтпақшы. Иә, сатып алушылар Значит, зонасын екі рет брейкаут жасаса, ол қайтып лонгқа қараймыз. Мгм. бұл баға қайтадан дұрыс кеткен, жоғары қарай, төмен Иә, кеткен емес. дұрыс. Иә, отработка бар. Отработка бар деп айта аламыз Иә, ба айта сонда? аласыз, иә. Жоғары кететін болса, ал 5 төмен доллар, кетсе 5 доллар, 10 доллар өсіп берсе, сіздің алған жеріңізден уже отработка бар. Яғни 3327-ден 3337-ге дейін өсіп берсе, уже болды, отработка бар. 10 доллар жетеді, 5-10 доллар ғой, сол жақта ұстайтынымыз. позиция жабыла ма? Иә, 5 доллар мен 10 доллардың арасында, иә. 1 сағаттықпен 5 доллар ұстаймыз, 4 сағаттықпен 10 доллардай ұстаймыз. Осы жақтан кетті. Негізі мына жақта егер осы үшінші төртке түсетін болса, ол уже отработка жасалмайды ғой. Төртке, Мына жақта. бірден түсіп кету керек қой ол. Мына жақта Бірден дұрыс түсіп кету орнаған керек. ғой өзінің позициясын. Иә, орындаған. Ол жерде тағы только ол жерде тұрған, ол тұрған жоқ. Артында имбаланс зона болған. Қараңызшы, дәл соның артында қараңыз, имбаланс бар. Артқа жүріңізші кішкене. Двойной брейкаут жасаған жерде имбаланс тұр. Двойной брейкаут, екінші брейкаут қайсы болып тұр? Бірінші брейкаут ана қызыл, екінші брейкаут ана Мына жақта жасыл. Жасыл, екінші брейкаут қайсы болып тұр? екіншісі майыр. Жоқ, брейкаут қиғаны. Брейкаут мына Сол жерде жерде. көрдіңіз ба, пустышка тұр ана жерде. Сол жерде имбаланс болған. Мына Үш жақта свеч, үш свечаның арасы пустой тұр ғой. Қараңызшы. Жоғарға шығыңызшы. мына жақтар ма? Брекаут жасаған жерге барыңызшы. Брекаут жасаған қай свеча болып тұр жоғары қарай. Мына Екінші жақтар. брекаут жасаған. Мына жақ болғанда ортадағы свеча ғой, анау жасыл свеча тұр ғой. Түсіңіз төмен қарай. Брекаут жасаған. Екінші брекаут. Бірінші Мынау брекаут екінші ана брейкаут. қызылыңыз. Екінші брекаут. Сол жер ғой. Енді сол жерде пустышка тұр ғой. Ана жерде имбаланс болған. Значит, имбаланс бар и двойной брекаут бар. Уже баға жоғары қарай кетті. Ол имбаланс емес, жоғарысында имбаланс. Ана жерде просто өшіп кеткен. Негізі болу керек қой. Иә, қараңыз, имбаланс анықтау үшін қараңыз, әрбір свечаның арасында пустышка орын болады. Ана жерде де пустышка болған, сол пустышканы толтырып кетті. Пустышка деген сонда кішкентай имбаланстың несі ма? Пустышка деген әрбір үш свеча, әр свечаның арасында пустышка орындар жүреді. Пустышка деген ана фитильдер бір-бірін жауып жүреді. Ал ана жерде фитилін бір-бірін жаппаған. Сол жерде пустышка, яғни имбаланс бар. Дәл соның артында, ана тұр ғой, мына сол жермен. Дәл соның артына барыңызшы, свечаға. Артқа, артқа. Иә, дәл тура қарама қарсы артқы бағытына барыңызшы, артқа. Ол алды ғой ол, артқа, арт. Міне, болды. Осы жерде міне көрдіңіз ба? Мына жерде үш свеча тұр ғой, ортасы пустой болып тұр, свеча бір-бірін жаппаған. Ладно, Так, түсінбедіңіздер свеча ма? қай жерде баса миын түсінбей отырмын. Мына жерде қараңыз, сізде үш свеча Мына тұр, жақ анау брейкаут жасаған жерде.
міне мен Астында бастан. қызыл линияңыз тұр ғой, қызыл линияңыз тұр ғой. Иә. Сол алға жүріңіз кішкене, алға, алдыға қарай. Жүріңіз, жүріңіз тағы. Болды. Ана ортада жасыл екінші брекаут жасаған свеча тұр ғой. Иә, мынау ғой міне. Я, соның арасында жоғарыдағы свеча мен ортасында пустышка бар. Яғни фитиль бір-бірін жаппаған свечаны. Сол бізде имбаланс болады. Сол жерде имбаланс болған, и потом ана жерде двойной брекаут болған, баға сол жерден кеткен. Қазір енді сіздерге мен имбалансты оңай түрінде просто индикаторды қостырып отырмын. А былай уже индикаторға қарамай былай өздеріңіз де тапсаңыздар болады имбалансты. Ең соңғы жаққа барыңызшы, ең соңғы жаққа. Баға алға барыңызшы, алға, алдыға. Мгм. Міне қараңыз. Имбаланс тұр ғой міне. Астында имбалансты екі жағында белгілеңізші. Мынау ғой бағанағы Жасылды. көрсетілген. Жоқ, оңға қарай жүріңізші, пустышка. Мына жақта тұрған жасыл кәдімгі имбаланс ФБГ көрініп тұр ғой. Соны белгілеңізші жоғарғы төменін. Мына Линия, жақтарға. жоғарғы төмен линиямен белгілеңіз. Қазір. Мына жер ғой, иә. Иә, енді қараңыз. Сіз сол свеча мен астында қызыл свечаның арасында пустышка орын тұр. Сол имбаланс сол пустышка орынды көрсетіп тұр просто. Пустышка деген, значит, анау жоғары жақтағы свеча мен арт жақтағы свечаның фитилі бір-біріне жақындап свечаны жаппаған. Aa, Сол үшін ол жерде баға имбаланс деп аталады. Пустой орындар. бізде мына осы жақта белгілеген ол пустышка болып тұр ғой, мына осы жер. Сол свечаңыз бен артындағы қызыл свечаның арасында пустышка тұр. Сол үшін имбаланс ана жерден шығып тұр. ФБГ болып. А просто жаңа мен сізге көрсетіп жатқан жақ, ол жақта уже имбаланс несі кетіп қалған, индикатор кетіп қалғанда ол жерде жоқ, уже отработка болғаннан кейін. Просто көзбен алдағы уақытта солай табуға болады. Яғни үш свечаны қарайсыз, үш свечаның ортасында свеча жабылмаған болатын болса, ол имбаланс болып саналады. Мына несі таяқша шығып қалған ғой мына жаққа Иә, төмен қарай. артында қызылды қараңыз енді. Егер Мынау ма? артында қызылдың фитилі сол жоғарыда жасыл таяқша тиіп тұратын болса, примерно жобалас болса, ол кезде ана жерде имбаланс шықпайды. Ана жерде пустышка болғаннан кейін баланс шығып тұр. Мына жақта да шы. Ол жерде де болған. Көрдіңіз бе? Ол жерде пустой бар. Пустой бар ғой. Иә. Имбаланстың негізгі өзің негізі мақсаты немене сонда ол? Пустой орындар тастап кетеді. Сол пустой орындардан кетеді ғой көбінесе. Бізге типа белгі ма сонда бұл? Иә. Барлық свечаны жауып жүреді ғой фитильдермен. Ал фитильдермен жабылмаған свечалар уже позиция ашатын моменттер болады. Ана жақта имбаланс бар деп нетуге болмай, астында жоқ па? Жоқ, уже алдын бәрі кесіп кеткен уже. Ол жерлер уже жоқ. Кетіп қалған ол жерлерден. Мынау свежий жақтарда шығып тұр ғой новый имбаланс, сол жерлерді қараймыз. Мына жақтағылар уже отработка, не отработано уже бәрін жасап кеткен бұлар. Мына жақтар бар. Так. Сонда мен түсінген бойынша ең соңында бірінші не жоғары жаққа кететін болса, не лонгқа кететін болса, біз ФБГ-ны 50% Мгм. бірінші қараймыз. Иә. 50%-ін қарайтын кезде жартысын төмен қараймыз ғой. Иә. Төмен жағы. Ортасын и төмен жағын қарайсыз, иә. Шортта керісінше ортасын қарайсыз и жоғары жағын қарайсыз. Ортасын қараймыз, жоғары жақ. Иә. Бізге ана брейкауттың зонасымен бағана осы 10 минут па 5 минут айтқаныңызды мен түсіндірейін деген ғой. Қараңыз, мына жақтан бастадық, бағана біз брейкаут анықтадық құлайды. Бірінші мынау баға көтеріліп қайтадан түсті. Иә. Екінші қайтадан көтеріліп осы жерден ашасыз. ол жақтан ашуға болады. Иә. Мына жақта сонда 3 брейкаут болып тұр ма бізде? 2 брейкаут. Екі брейкаут дегенде мына осы жақтан ашуға болады. Мына жаққа 2 брейкаут. Үшіншіден ашасыз ғой, иә. 2 брейкаут жасап тұр, үшіншіден уже кіру точка болады. Иә. Ал мына жақта ашқан кезде бізге маған айттыңыз ғой, ортада не болады деп ше?
ФБГ енді ол өтіп кеткен ФБГ ғой, просто мен сізді түсініп тұр екен деп айта салып едім. Обычно ФБГ-ны алдағы уақытта осы индикатормен көре бересіздер, болды. Өтіп кеткен ФБГ-лар керек емес бізге. Алда свежийлар керек. Свежийлары. Иә, свежийлар. Просто бұл жерде жаңа стратегияңыз бар, и потом ФБГ-ға қарайсыз ғой, автоматом. Екеуі бірге келіп тұратын болса, онда сол жерден позиция жазасыз. Так. Мен қатты бірақ толық түсінбедім, бірақ мына астына неге шықпаған деймін да сол. Ненің астына? Бұл жақта біз мынаны белгілеп қойдық қой. Аха. Біз нақты зерттемейміз ғой, үстіндегіні зерттемейміз ба? Екеуін де зерттейсіз ғой, екеуі де керек қой. Мынау да зерттейміз. Иә, екеуі де сіздің ФБГ болған сайын кіру точкаңыз көп деген сөз ғой. Біз бағана Просто мынаны 100% істеген жоқпыз, астын зерттеген жоқпыз ғой біз, біз ше. Соны айтып қалдым ғой. дұрыс қой, ол жерде не бар қараңыз. Мына ФБГ лонгқа тоже нақты ашылған, дұрыс па? Иә. Оның жартысын 100% анықтайтын болса, жоғары жағынан анықтаймыз ғой. Жоқ. Лонгта астынан қарайсыз ғой. Лонгта астынан қарайсыз, Астынан. иә. Сіз бірінші 50%-ті бітіріп алыңызшы, 50-ді белгілеңізші, 50-дің артында не бар? Қараңыз, мен кетті. 50-дің артында не бар? Осы жаққа 50 кетті. Аха. Не бар Артында 50-дің? нақты Бірінші брекаутты қараңыз. бірінші брейкаут. Бірінші брекаут. Дәл соның артында жоқ, Дархан мырза, қараңызшы, асықпаңыз, қақа барасыз, асығып. Мына жер ФБГ-ға барыңыз, жаңағы соңғы тұрған ФБГ 50%-ке барыңыз. Соның дәл артын қарасаңыз, бір брекаут тұр. Соны белгілейсіз, болды. Мынау ғой. Иә, жасылдың фитилін алып белгілеңіз, болды. Сол сіздің лонг зонаңыз, болды. Үстінен былай белгілеймін. Жасылдың фитилін аласыз, астыңғы фитилін аласыз. Кәдімгі бар ғой, сатушылар зонасы брекаут жасаса, жасылдың фитиліне қоямыз, лонг зона болады. Оған барды да ФБГ дәл сол жерде тұр. Түсіріңіз кішкене жасылдың фитиліне. Былай. Так, дұрыс не тұрмын ғой мен. Жасылдың несіне, фитиліне ғой. Қатып қалды сіздің экраныңыз, по-моему. Қозғалмай қалды. Енді қозғалып тұр ма? Жоқ, қалмады. Сол бір орында тұр. Енді қозғалды. Кішкене түсіріңіз жасылды. Мына линия ғой, қызыл линияны дұрыс түсінеттің ба? Жоқ, міне қараңыз, міне. Дұрыс қой, мына түсіріп тұрмын ғой. Не болып кетті? Шығарып жіберді ма? Шығарып жіберді ма? Что-то не істеп кетті. Алло. Алло, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Аха. Қараңыз, міне дұрыс белгіледім ба? Жасылдың фитилін алыңыз, аха. Я, қойдым Жоқ, жасылдың қараңыз, фитиліне. біз жасылдың фитилін алған кезде жоғары жақтан и төмен жақтан екеуін қойып полны белгілеп аламыз, болды. Жоғары жағынан белгілеп, фитилдің аяқталған жерінен белгілеңіз. Болды, міне. Бір брекаут бар, болды. Осы жерге келсе лонгқа қарайсыз, и все. Брейкаут, осы линияға келген кезде төмен баға төмен түскен кезде ол сияқты позиция ашамыз. Иә, лонгқа қарайсыз. Сіз сабақтарды түсінбесеңіз, не бар, сабақтар запись сақталған, соның бәрін қараңыз, иә? Бір қарап шығыңыз. Не, тек қана осы жаққа келген кезде ғана кішкене түсінбей тұрмын. Ана ФБГ мен бағана имитация деп айттыңыз ба? Екеуін Имбаланс деп айттыңыз. Иә, имбаланс екеуін жалғайсыз, болды. Имбаланс пен ФБГ-ның екеуі бір сөз емес па? Бір ғой. Имбаланс пен стратегияны жалғайсыз. Стратегия дегеніңіз, мына брекаут зона стратегия. Оның алдында имбаланс тұр ма? Болды, значит, ана жерде кіру точка бар деген сөз.
так мынау не иә. енді бір қызылдан бір түсіндіріп жіберсеңіз мен де Біреуін көрсетіңізші. айтайын Сіз дегенмін. сабақ түсінбегенсіз ғой, мен қалай түсіндіремін, сіз Түсінгенімді экран айтайын сізде тұр. дегенмін ғой. Мен сұрақ. Мхм. Шортқа Мына шыққан кезде жерде. имбаланс қызыл Иә, нетаж имбаланстың 100% жоғары жақта болады. Иә. жақта болады. Иә, мына жоғары жақта ортасы болады. аха. Именно мына осы жақта бізде 100%пен қызыл сызылған. Мгм. Ол бағанағы 8 Біз брекауттан. 8 брейкауттан кеткен. Иә, дұрыс. Бірінші мына жақтан басталған, брейкаут мына жақтан, иә. Осы жақтан айналып 8 брейкаут істеген, осы жақтан не ашуға болады бізге Дұрыс, шортқа позиция. шығуға болады, иә. Шортқа ашуға болады. Мгм. Өйткені вообще ол бірінші стратегия мына ФБГ жатып тұр, артында брейкаут тұр. Мгм. Енді аша берсек Путяна, да, Путяна. қой. Папасының той татас, Кімнің? папасының кусюн. Балнұр ханым, звук өшіре саласыз ба? Кімде шулап жатыр? Пройдем. Сізде ма? Или Дархан мырза, кімде шулап Жоқ, кетті? жоқ, менікі емес. Балнұр ханым, звук өшіре саласыз Балнұр ханым ба? шығар? Alo. Дархан мырза болмаса бар, Балнұр ханымның болды, өшірді ойдым. Естілді ма? Ал мына жақта Болды, иә, мен болды, айтқанша, болды. мына астындағы қызыл болып тұр ғой. Мына үлкен Аха. астында кішкентай не тұр, қызыл. Иә, бірінші сол зонаны қарайсыз. Ол жерде не тұр? Бұның өзі Ол жерде ФБГ тұр. ФБГ. Иә, мынау тұр ғой Мгм. ФБГ. Мгм. Енді артында Соны бір брекаут тұр, иә? Артында так, бір брекаут тұр. иә, тұр. Болды, соны белгілейсіз, болды. Значит, сол жерден кіресіз шортқа. Қараңыз, мына жақта 100%пен неткен кезде емес па? Иә, фитиль көтеріңіз. Аха, қызылдың денесінен бастаңыз. Қараңыз, 50 мына жүзден. астын 100% астымен. Жоқ, жүзден басыңыз, 100-ге басыңыз. Қараңыз. Болды, мына. Осы Так, жер. мына жақтан Негізі мынада отработка бар уже. Қараңызшы, астында алып кеткен ғой фитильмен, брекаут зонаны. Мгм. Жүзден қарауға болады. Болды, сол жасыл линияны қалдырасаңыз болды, сол жерден шортқа қарауға болады. Жүзден. Шортқа қарауға болады. Мгм. Мына жақтан бастап тұрып қой, біз мынаған қарап тұрып қой, примерно. Жоқ, бір брекаутқа қарап тұрмыз. Қараңыз. Фибоначчи брекаут зона тұр, сатып алушылар зонасы тұр, оны бірден қарайсыз. Мына артында қызылдың фитилі. Иә, артқа, кішкене артқа. Иә, сол қызылдың фитилін қарайсыз. Иә, мына жақта, иә. Қызылды Мгм. мынаған, мына емес па? Иә, ұзақ болып кетеді, бірақ ол ана жерде жартысын алып кеткен. Енді 100% ғана қалып тұр. 100% келгенде ғана кірсеңіз болады мына жерге. Негізі кішкене түсіндім, иә. Болады негізі түсінуге. Так, Иә, енді алдағы уақытта, бүгін ғана өттік қой, бұны алдағы уақытта талай практика болады. 2-3 рет Солай түсініп кетесіз. қайталап нету керек қой. Иә, сабақтарды бір қайталаңыз, сосын түсінесіз. И потом алдағы уақытта только анализдер осымен болады, уже көріп отырасыз ғой. Сонда ана ФБГ-ның дым қиындығы жоқ. ана ФБГ деген бәрі қорытып тұр ғой, айтқан кезде бәрін істеген. Иә, ФБГ ең соңында ең соңында қорытынды болып тұрған сол. Супер трендпен жабық. Мхм. Сіз новыйдан бастап жатсыз Иә. ба? Мхм. Тағы сұрақтар қойсам болады ма? Қандай сұрақтар? Бізде созылып кетті. Және сұрақтар қойылған бәрі. Қандай сұрақ? Мхм. Мына жаңалықтарды негізі обязательно күнде қарау керек па бізге? Біз не жасайтын Обязательно. Жаңалықтар обязательно. Рынок ашылған кезде қарайсыз, өйткені жаңалықтарда агрессивностьтар болады. Біз минусқа кетудің алдына сақтануымыз керек. Жаңалықта ешқандай стратегия бағынбайды. Резко движение болады. Бүгінгідей көрдіңіз ғой, бір встречамен түсіп кеткен. Ана жерде қанша зона болған, бірақ ешқайсысын не қылмай түсіп кеткен. Жаңалықта вообще стратегиялар жұмыс жасамайды. Сол үшін рынокқа дейін, рынықтан кейін бір сағат күтеміз жаңалықта.
рингтан бұрын былай жаңалыққа көріппіз осы. Мысалға сағат 6-да болса жаңалығыңыз, 5-тен 6-ға дейін сауда жасамайсыз, 6-дан 7-ге дейін сауда жасамайсыз, ортада 2 сағат сауда жасамайсыз, болды. Екі жақтан. Түсіндіңіз ғой? Жаңалығыңыз 6-да болатын болса, 5-тен бастап позиция кірмейсіз, 5-тен 7-ге дейін болды. Арада кірмеу керек, дұрыс. Че-то ұзақ не созылып кетті бір жағынан. Жақсы, мен түсіндім, не кейін тағы бір 3-4. Ондай майда шүйде сұрақтарыңыз Аржан ханым қоя беріңіз. Жаңағыдай несі